Дін ғұламалары мен медицина мамандары ашығудың хикметі мол, жан мен тәнге пайдасы көп екенін айтқан. Имам Ғазали, Алла оны рахмына алсын, бақыт формуласы еңбегінде асқазанды дененің хауызына, одан 7 ағзаға тарайтын тамырды өзенге теңейді және барлық қалаудың бастауы асқазан екенін жазады. Тамақ жеу ең үлкен қалаудың бірі. Себебі адам, оған Алланың сәлемі болсын, жұмақтан осы қалауына байланысты шығып біткен. Бұл қалау басқа қалаулардың бастауы. Өйткені адам қарны тойған соң үйленгісі келеді. Бұл ойын дүние мүліксіз, ақшасыз орындай алмайды. Осылайша дүниеге құмарлық туындайды. Дүние мүлік пен ақшаға мансапсыз жете алмайды. Ал мансапты басқа адамдармен дұшпан болмайынша қорғай алмайды. Бұдан қызғаныш, қыңырлық, дұшпандық, тәкаппарлық және риякерлік туындайды. Олай болса, асқазанды толтыру барлық күнәлардың бастауы. Бақылауына алып, ашығуға әдеттену барлық қайырлардың бастамасы деп жазады Имам Ғазали. Алла оны рахмына алсын. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде аштық пен шөл арқылы нәпсімен күресуге шақырған. Алланың құзырында аштық пен шөлден асқан жақсы амал жоқ екенін насихаттаған. Бірде Алла елшісінен оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кім үстем деп сұрағанда, аз жеген, аз күлген және әурет жерін жабатындай киіммен шектелген адам деп жауап берген. Көп тамақтан бас тартудың хикметіне қатысты бұдан басқа хадистер де көп. Соның кейбіріне тоқталайық. Ашығу мен ойлану адамның айбынын үстем ететін құлшылықтың бірі екені жайында айтылған хадисте Алланың құзырында ең үстемдерің, ойлануы мен ашығуы ұзақ болғандарың, Алланың құзырында сүйкімсіздерің, көп жейтіндерің және көп ұйықтайтындарың делінген. Ораза осы екі жағымсыз істен арылуға көмектеседі. Адам баласы Рамазан айынан басқа күндері аз ұйықтап, көп құлшылық жасауға, аз тамақтанып, көп ойлануға әдеттенбеуі мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көп ішіп жеу арқылы жүректі өлтірмеуді өсиет еткен. Жүректі егінге теңеген, оған көп су берсе шірейді. Сонымен қатар жамандыққа шақырушы лағнеті шайтанды тамырда жүрген қан секілді деп оның жүретін жолын аштықпен жабу қажеттігін жеткізген. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам күнделікті өмірде тойып тамақ жемеген. Бұл туралы Айша анамыз, оған Алла разы болсын, былай дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам ешқашан тойып тамақ жеген емес. Аш және шөлдеп жүретініне жаным ашитын. Бір күні ішін ұстап, саған жаным пида, дүниеден ашықпайтындай мөлшерде жесеңіз не болады дегенімде, уа Айша, менен бұрын өткен уәдесіне берік бауырларым мен пайғамбарлар Алланың ізгілігіне қауышты. Көп жесем, олардан артта қалып қоямын ба деп ойлаймын. Бауырларыма қауышудан, солар сияқты болудан қатты жақсы көретін нәрсем жоқ деді. Аллаға ант етемін. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұдан кейін бір аптадан артық өмір сүрмеді деген екен. Ашығу адамның дәрежесін арттырады. Хадистердің бірінде былай делінген: Алла тағала аз жейтін құлдары мен періштелерге мақтанып, қараңдар, оған жеуді қалау сезімін бердім. Ал ол мен үшін жемейді. Уа періштелерім, куә болыңдар, жемеген әр үзімі үшін жұмақтан оған бір дәреже беремін дейді. Аштық тек денені, жүректі, бүкіл ағзаны тазартып қана қоймайды. Сонымен бірге ойды да артық нәрселерден арылтады. Өзін аш ұстаған адамның жүрегі мен ойы сергек болады. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аз күлу арқылы жүректеріңді жандандырыңдар, аштықпен тазалаңдар, таза және жеңіл болсын деген. Ғұламалар үнемі тоқ жүру даналықты өшіретінін айтады. Аштық құлшылықтың ләззатын сезіндіреді. Тоқтық, қаталдық, өшпенділік, артық қалау сынды сезімдерді оятады. Ал аштық Алланы жүрекпен еске алуға тәрбиелейді. Ғалым Жүнейд Бағдади ашығудың хикметі жайында былай деген екен: өзі мен Алла тағала арасында тағам дорбасын ұстап, мінәжаттан ләззат алғысы келген адам бұл қалауына ешқашан қауыша алмайды деген екен. Ашығу нәпсіні бақылауда ұстауға көмектеседі. Көп қалау зейінді әлсіретеді.
Нәпсі адамның ішкі қалауы, шектен тыс құмарлығы, өзіне ғана ұнамды нәрсеге ұмтылатын болмыс. Ал ашығу сол нәпсінің еркін шектеп, адамға өзін басқаруды үйретеді. Нәпсіге қарсы тұру адамды тәртіпке, рухани жауапкершілікке тәрбиелейді. Тамақ пен сусыннан тыйылу тән қалауын азайтып, нәпсінің үстемдігін азайтады. Ғалымдардың айтуынша, нәпсінің қалауы тоқтықпен күшейе түседі, ал ашығу оны әлсіретеді. Ораза кезіндегі ашығу адамның ішкі дүниесін тазартатын, нәпсіні тәрбиелейтін, рухани кемелденуге жетелейтін үлкен рухани тәрбие мектебі. Қарны тоқ адамның шахуаты келеді. Әуретінің қорғай алғанымен көзін жамандықтан тыя алмайды. Көзін қорғаса жүректегі жаман ойлардан арыла алмайды. Ал аштық осындай дертке ем. Сондықтан ғалымдар аштық Алланың қазынасындағы жауһар, оны сүйгеніне береді, бәріне бермейді деген екен. Ашығу аз ұйықтауға әсер етеді. Көп тамақ жеген адам көп ұйықтайды. Нәтижесінде көп жақсылықтан мақұрым қалады. Адам үшін ең қымбат құндылық оның өмірі. Көп ұйықтау өмірдің, алтын уақыттың зая кетуімен пара-пар. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өмірбаянына қатысты кітаптарда сахабалардың жетісіне бір рет түзге баратындығы жайлы айтылады. Әйгілі сахаба Әбу Хурайра радиаллаху анху Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам үйінде ешқашан 3 күн қатарынан бидай наны желінген емес деген. Ашығудың денсаулыққа тигізер пайдасының бірі иммунитеттің нығаюы. Ғалымдардың айтуынша белгілі уақыт тамақтан тыйылу кезінде ағзадағы ескі әрі әлсіз жасушалар ыдырап, орнына жаңасы түзіледі. Бұл процесс ағзаның қорғаныс қабілетін арттырады, қабыну ауруларының алдын алады, вирустық инфекцияларға қарсы тұру қабілетін күшейтеді. Ораза ұстаған, яғни ашыққан адамдардың көпшілігі денсаулығының жақсарғанын, бойда жеңілдік пен сергектік пайда болғанын айтады. Оны өзіміз де сезетін шығармыз. Ашығудың бұдан да басқа хикметтері көп. Оразаның, ашығудың түпкі мәні ашығу арқылы тақуалыққа жету. Басты ниет дұрыс болу керек. Өйткені барлық ізгі амалдың негізі дұрыс ниетте. Мүміннің ниеті амалынан қайырлы екенін түсіндірген Хасан Басри, Алла оны рахмына алсын, шексіз жұмаққа бірнеше күндік амалмен емес, шексіз жақсы ниеттер арқылы жетуге болады деген екен. Тақырып пайдалы болса каналға жазылып, қоңырау және лайк басуды ұмытпаңыздар.